Ассалаумағалейкум қазақ елі. Мен бүгін тағы бір дәлелді әкелейін, айтайын сіздерге, кешіңіздер. Қазақстан Ресейдің губерния екенін. Қыста мен бір жас жігіт, мен баламды жас жігіт, предположительно ФСБ агенті, КНБ агенті болады, ФСБ бастықтары КНБ ғой, менің пікірімше. Жаман сөздермен айтып тастады. Ты че, материшься, зачем? Нахуй иди, гондон ебаный. Ты че материшься, Шел нахуй, блядь, шел нахуй. Нахуй иди, долбоёб, блядь. Как тебя зовут, парень? Нахуй иди, долбоёб. Я пойду тебе, потом увидишь. Блядь, дебил ебучий. Көрдің мен ол білдім, что спецслужба екен, не мынау прокуратура, надзорный орган замешан екен деп ойладым. Сөйтіп сотқа берем оны. Сот болса, Қазақстан соты оны кінәсіз деп тауып, мен әділет іздеймін деп сотқа бардым, мені кінәлі деп тапты. Мені боқтаған үшін. Сотқа обращаться еткен. Кодекса суд приговорил Измайлова Альмира Галича признать невиновным в совершении уголовного проступка, предусмотренного частью 1 статьи 137 Уголовного кодекса, и оправдать за отсутствием его деяния состава уголовного правонарушения. В соответствии с главой 4 Уголовно-процессуального кодекса признать за Измайловым право на возмещение вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности. От имени государства и от имени суда подсудимому, ныне оправданному Измайлову приносится извинения за незаконное привлечение к уголовной ответственности. Оған енді жағдай жасады, ол менен ақша алды. Сөйтіп қазір сотқа мені берді, миллиондаған теңгені взыскать етемін. Мен осыдан нақ біліңдер, біз анау губерниямыз ба Россия или нет, осы Тоқаевтың соды қандай екен. Сөйтіп, басында мен оны полицияға бердім, полиция оны таппаймыз, анау мына іздемей оған. Кейін мен мынау соцсетіге шығардым, ол дереу тапты да, сөйтіп по административным делам ғой берді оны. Мен ол жерде ходатайство бердім, уголовный судқа берді. Судья айтты, бұл общественном месте ол немнесі басқа, сіз уголовный судқа кейін берсеңіз болады деп. Вы на что ссылаетесь? Оскорбление. Там не предусматривается ответственность за нецензурное брань общественном месте. Это другой состав. Если вы считаете, что уголовно помимо этого есть, вы не имеете права обратиться по данному факту. Мы сейчас разбираемся по факту нецензурной брани общественном месте. Вот это и есть нецензурная брань, это оскорбление, 131 статья. Заслушайте меня. Потерпевший, вы меня заслушаете сперва. В настоящее время дело возбуждено. Дело по факту нецензурной брани общественном месте. Статья 404, часть 1. И суд рассматривает. Я вам еще раз разъясняю. Вы заявили ходатайство, суд отклонил. И повторно заявлять надо ходатайство не стоит. Я вам разъяснил. Если вы считаете, что уголовный проступок имеете, обращайтесь по данному факту за оскорбление. Оскорбление не охватывает нецензурную брань в общественном месте. О чем и вам адвокат разъяснил. Вы хотите сказать, подождите минуту, вы хотите сказать, то, что вы сейчас, если сегодня примете, так сказать, лояльное решение в отношении правонарушителя, это не мешает мне обратиться также в уголовный суд? Так? Да. Просто, скажем так, был неудачный день, у меня там были плохие новости, семейные обстоятельства, и я просто сорвался на господине Садыкове и его оскорбил. Как раз я шел, гулял с собакой, и говорю, у меня там были, скажем так, у меня было плохое настроение там по личным причинам, и я просто сорвался. Я признаю свою вину, я не должен был так делать, но то, что случилось, то случилось. Хорошо. Доказательства есть? Доказательства. Даже если провокация была, тогда вы этого не должны были. Я согласен, я говорю, у меня просто, говорю, неудачное обстоятельство было, я раскаиваюсь, что так случилось, поскольку
Ваша честь, оған 10 сутка кінәлі деп тауып, 10 сутка берді. Арест. Ол бірақ мен мәліметім бойынша 10 сутка отырған жоқ. Түсіндің ме? Мен уголовный сутқа бердім. Ол басқа немнен. Уголовный сутқа бердім. Уголовный сутта алдынан айтайын, мынау жаңағы административный сутта он мойындады. Мен кінәлімін, мен настроением жаман деді. Мен жаңағы настроение болғаннан кейін я оторвался на Садыкова деп мойындайды. Раскаиваюсь деп. И соған 10 сутка берді. Мойындаса да, не olsa да, ол 10 сутка ол аз берген. Онды да отырған жоқ. Кейін мен оны уголовный сотқа бердім, оскорбление. Уголовный суд он жаңағы экспертиза жазып берді, ол клевета дейді. Ойбай, кешіріңіздер, оскорбление дейді. Под уголовный статьяға түседі. Жаман сөздермен не болды? Ондай криминальный мирде, ондай сөз үшін, әсіресе мына пидорас деген сөз үшін сен докажи деп өлтіретін еді. Өлтіру керек. Ол жаңағы оскорбление деп берді. Экспертиза. Бірақ мынау қылмыстық сотқа келгенде, мынау адвокаты Шабанова деймі, оңбаған жаңағы немнес екеуі показанияны өзгертті. Олар айтып жатыр, енді біз Садыковты боқтаған жоқпыз. Садыковты боқтаған жоқ, ол телефонмен біреумен сөйлесіп жатыр, сол контрагент деймі, соны боқтады дейді. Телефонмен сөйлеп жатқан адам. Я признаю эпизод того, что я нецензурно выражался, но это к нему не относилось, а поворачивался я по той причине, потому что он что-то мне вслед кричал. Но я при этом был в наушниках. Я слышал, что какой-то крик сзади меня, но конкретно, я по этой причине поворачивался. Потерпевший Сыдыков. Я Садыкова до этого не видел, не знаю. На видео изображен Измайлов, но нет изображения, в котором бы говорилось, кому это адресовано. Понимаете, оппонента там не указано. Со слов моего подзащитного, эти слова не относились к Сыдыкову, они относились к тому его оппоненту, с которым он разговаривал по телефону, потерпевший Сыдыкова. Поэтому я прошу взять за основу показания моего подзащитного, который говорит о том, что эти слова были адресованы его контрагенту, с которым он разговаривал по телефону. Я Сыдыкова не знал, претензий не имею. Да, я Сыдыкова не знал и никогда к нему никаких претензий не имел. Жерде мынау судья Ноғаев дейтін молокосос па, ФСБ сос па, КНБ сос па, нен сос екенін білмеймін. Сол анау біле тұрып, административный сотта мойындаған не қылған, что мен жаңағы настроение болмаған екен, мен оскорбить еттім Садыковты. Сол не біле тұрып, соны жаңағы мынау мен ойымша ФСБ агентін жаңағы бізде жаңағы ондайлар көп адам кіргізіп жүрген ғой қазір мынау соғыстан кейін. Әр үйде бар. Біздің үстімізден қарап жүретіндей дегендей деп өзім пікірім бойынша. Сөйтіп оны жаңағы кінәсіз тауып, ол жаңағы кінәлі емес деп, мені кінәлі тұтасыз. Ноғаев дейтін судья. Міне көріңіздер сонымен қандай. По кодексу суд приговорил Измайлова Альмира Галиевича признать невиновным в совершении уголовного проступка, предусмотренного частью 1 статьи 137 Уголовного кодекса, и оправдать за отсутствием его деяния состава уголовного правонарушения. В соответствии с главой 4 Уголовно-процессуального кодекса признать за Измайловым право на возмещение вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности. От имени государства и от имени суда подсудимому, ныне оправданному Измайлову приносится извинения за незаконное привлечение к уголовной ответственности. Біле тұрып, ол сондай не қылды деп. Енді ол қазір мынау азаматтық бостандық аудандық сотқа берді. Мен ақша взыскать етемін деп. Пәленбай 800 мың теңге. Ол именно іс жаңағы Арстанова дейтін судьяға түсті. Баяғыда ол кісі жағы мен ойынша пікірімді айтайын, енді Тоқаев бияққа келгенде ол видимо уже поручение мен пікірінше беріп қойған, атомный электростанция соғам деп айтасың, ақшаны бөлесің деп. И осыдан 3-4 жыл бұрын ба уже айта бастаған Тоқаев. Сонда мен пост жазғам, қарсы шығып, елім бар суылдап, не оған қарсы шығып, өз немлес жазған. Сонда маған жаңағы немнеге бір келіншек жазған, сен ақмақ немнесің деп, оскорбитін, сен енді көресің деп, артынша Арстанова жаңағы обязательство дейтін статьямен менен пәленбай миллион ақша взыскать етті. Ол адамды обязательство деген,
ол мен адамды қол қоймақ тұрмақ договорға. Көрген де жоқпын ол адамды. Сотта ходатайство еттім. Мынау адамды шақырыңдаршы, мен көрейінші бұл сотты. Оған қарамай, сол Арстанова нахальным образом ФСБ-нің бұйрығын исполнять етті ме, жоқ ақша алды ма, оны Құдай біледі. Нахальным образом мені ақша закат етіп жіберді. Ондай ақшалар именно соған түсетінін білдіртіп жатыр ғой. Сонда төраға да біліп соған жіберіп жатырмын, сол істі. Олардың сөйтіп істейді ғой. Олар өтіптен автоматына істейді, бірақ оны білген істейді. Сөйтіп, сол кісіге түсті, енді сол кісі белгілі қалай шешім шығаратын. Именно Арстанова. Мен ол кезде пост шығарам, атомный электрация қарсы болып не қылып, сол анау енді Ресейге қарсы шыққандай болдым ғой. Түсіндіңіз ба? Взыскать енді қазір мынау судьяға түсті Арстановаға. Арстанова кеше беседа дейма, сода сөйлесіп отырдық. Оны видеоға жазып отырдық. Кейін сот өткеннен кейін қарасақ, видео жазылған, соткада жоқ. Қандай ФСБ КМБ жасайды. Сен сотканы кіріп удалять етіп жіберуі де мүмкін. До того сондай жаз. Сонымен қай жерде жүрсем де осындай піл. Мен ойынша өрді прокурорда немнесі бар, Карипеков дейтін, оның орынбасары, кейін олар нақ не алған. Сол кезде мен боқтаған алдында мынау прокурор Карипеков дейтін, анау Бостандық ауданының полицияның следовательдері қылмыстық ісінен мен біздің дәлелдерімді видео, басқа документтерімізді уничтожать етіп, қылмыстық істі қысқартқан. Следователь. Соны біле тұрып, жеке қабылдауда прокурор Карипековқа тура тұмсығынан бет көрсеткен, мін деп көз жеткен. Сол көз жеткісе де сол қылмыспен соны согласиться еткен. Сол жағында соучастник болған ғой Карипеков. Оны осындай бізде прокурор болды. Мен обжаловать еткем. Как раз осылардың орнында. Онысына мен анау санаторий атын Қарғалы бар, баяғыда Қонаев Назарбаевтың кезінде тиынға сатып алған шегіреткен айғырындай болған Зейнулла Кәкімжанов. Өрде тотальный русификация, тотальный қазақша сөйлеуге қорқытатын еді. Қазақша сөйлеген адамдарды обслуживать етпей столовыйда. Талай он видео пост шығарғам, замечание жасағам, сөйерді мені оскорблять етіп, өңкей музыкасы орысша, өзбекше, орысша музыка, өзбекше мен айтқан екен, қазақша еш болмаса қызым қойшты, бізді нацист, националист, наркоман, жаман сөздерін айтып. Кейін мен оны полицияға не алғаннан кейін полиция экспертизаға берді, экспертиза межнациональный рознь бар деп, сол қылмыстық іс қозғалтқан. Қызметтік іс. Кейін мен айтқам, ходатайство еткен, бұлар исполнитель әйел. Оның үстіндегі ол владелец санаторий баяғы орыс құл деп мен пікірімше Зейнулла Кәкімжанов, Назарбаевтың оң қолы тегін алған санаторий, қазір миллиардтаған ақша жасап жатыр. Сонда да допрос жасаңдар. Содан кейін дереу қылмыстық. Ал қалай? Зейнулла Кәкімжанов дереу ФСБ-ге айтқанна. ФСБ біледі ғой так. И олар ашим не қылмайды. Олар поручение берсе де ақша қосып береді. Мен енді білмеймін, ақша қосып берді ме, не поручение берді Карипеков. Сол кезде сонымен келісті. Соучастник болып. Біле тұрып, анау қылмыстық істен біздің дәлелдерді алып тастаған самоуправство деген. DVD, диск, видео, басқалар соны қылмыспен не алған, и ананы межнациональный род алтын қағазында қысқартып жіберген. Содан кейін мен обжаловать еткен, боқтағаннан кейін мен мопедпен избивать етті, 3 метрге ұшырып жетті. Өтіріктен КМБ біздің тарихымызды сат деп, не қылып деп, не қылды. Онда видео выклад еткем, анау Запаров дейтін начальник департамент полиции әйеліне $80 000, $100 000 жипадайт ететін кез ешкім тексермей, сол болса даже менің арызыма да жауап та берген жоқ, анау адам табыңдар дегенде, видеосында берген. Сонда мынау өз Қазақстан келешегінен уайымдап күрес жүрген, қазақ ана тілін күрес жүрген адамдармен осылай расправляться етеді. Түсіндіңіздер ма? Сөйтіп, алтын қарғалды да, сөйтіп прекратить етті мынау Карипеков дейтін прокурор. Мұнанда не қылды? Кеше мынау собеседный Арстанмен болған екен, беседа дейма соттың алдында Арстанова. Баяғыда, ол миллиондық деген, мен көрмеген адамды, договор қолмайық тұрмақ, көрмеген адамнан взыскать еткен, мен постер, атомный электростанция қарсы болған екен, алдында мынау әкім Досаев
жағы орыстардың Ресейдің попын қолын сүйейін деп жүрген, басқа жерінде сүйейін деп жүріп тұрғанды сондығы критика жасаған бізге Александр Невскийдің бізге мүсіні бізге не керегі бар деп. Солардың бәріне біз қарсы деп бізге маған істейді етіп, осындай қазақ арқылы, сот арқылы, біздің прокурор арқылы, біздің КМБ арқылы, менің ойымша олардың шестеркалар немене қылады, сөйтіп не қылған. Енді кеше сотта сол видеоны жаңа айтқанда запись әкелді, сол видеоны да қойып жіберген. Сеніңіз ба? Қай жерде жүрсем де, мысалы санаторий Сарыағашта болдым айда. Сол жерде де жаңағы орыс азаматтар, агент ФСБ, КМБ-лар артынан жүріп, таң қалыпта шыққанда, қыдыруға шыққанда, не қылғанда да мұны видео көріңіз. Жаңағы тиісіп не. Вася, тебя не Вася зовут, разве? Нет, меня Вася зовут. А как зовут? Володя. Нарисуйся сюда. Что? Как зовут тебя? Я не хочу представляться. Смотри, Вася. Жүрген. Не кеше мынау 15-ші қаса мынау қазан ба қайсай қазір октябрьде. Мынау беседа болғаннан кейін автобуспен келетін бір үш дәу кісі орыс қасыма тақалып, кім қалай жасайды маған білдіртеді. Один и тот же действие жасай береді, бір и тот, чтоб білесін деп. Всегда салады. Кейін мен айттым, сен сейчас мен саған көрсетем, сен мені ФСБ-ның агент, ФСБ-ның жаңағы немелердің трюктерін қойыңдар. Көрсетем, вы забудете, что такое Казахстан деп. Үндемейді үшеуі де. Міне видеоны көріңіздер. Болды ма? Кетті ма? А ну глянь сюда. Вася, глянь сюда. Васькалар бізге погода жасаймыз деп жүр ғой. Глянь сюда, что ты? Соның ба? Ана орыс жігітке боқтатқызды. Мынау мына не болады? Жүрген жерінде абден жағы жүрмесін спокойно. Далаға шықпасын. Орысша тілге қарсы шықты. Мынау то билікке Қазақстанда жағы толам тараз қылып жатыр. Мынау оңкей жағы корейс жағы ұлты бар жағы өзбек содиып өзген жағы қаңғырып келген адамдарға біздің байлығымызды беріп, оларға талатқызып, олар енді адал болса мейлі ғой, даже налог төлемей. Алишер Усмановтан қорқып, мынаяқтан жағы содиптің жағы өзіміздің тонаған байлығымызды өзге береді ғой, оңбаған сатылып кеткендер. Сол алдында билейді керек, тарихымызды сатып жатыр деп. Сондайлар сол үшін мен пресс жасап, уже қанша жыл аурудың үстіне ауру қосып, врачтар арқылы да өлтірішке талай не қылған. Соны енді мына жерде бұл тағы бір дәлелім, мынау Қазақстан ол губерния Россия екен. Мысалы, Чечня бар ғой, Чечен мемлекеті. Рамзан Кадыров ол қайта Ресейдің ақшасын Ресейді даит етеді, орысша айтқанда. А бізді тонап атқан Ресей ашық біздің билік тонатқызған Ресейге, Өзбекстанға, Өзбекстанға шодейіптерге. Біздің байлығын тонап, соған ішіне беріп қояды, анау иттерге сияқты лақтырып сүйекті. Сөйтіп бізді өзімізді ішінде күшті жағы Қазақстан, қазақ халқына келешегін ойлаған адамдар біреуімізді атып өлтіреді, біреуісінде соттап өлтіреді, біреуісін жағы врачтар арқылы өлтіреді, біреуісін пытать етеді. Сөйтіп осындай қинап сот арқылы не қылады, тонатып, осындай түгі қалдырмай бизнесімді жағы недвижимый, орысша айтқанда недвижимый имуществом тартып алып, квартирымды тартып алып, мынау Смаилов дейтін оңбаған сатқын менің ойымша коррупционер баяғы квартирымды тартып алған. Мен баламды да 4 бөлмелі
кылмыш жасап судьялар мойын іліп жүрген ақшаны қаяққа кейін аяқ жағында түк қалмаған екен өз қолын созып келеді деп. Сол Смайылов Алматыда соттың төрағасы болған, қазір кассационный біле тұра Тоқаев соны кассационный соттың төраға қылып қойды. Мынау басқа чиновниктер, бас прокурор бар, басқалар бар, көріп тұр ғой оның бәрі. Осындай. Мен қанша жерден дәлелдерім бар мен. И осындай бізді прессовать еттік. Мен айтайын дегенім осы Қазақстанда уже мен пікірімше, мен ойымша, менің жағы күмәндігім бойынша ол губерния России болған. Осындай арқылы күн бермейді. Біреумен көшеде сөйлейін десең де жүгіріп келеді адам. Нақсын сөйлесіп бат, үйден шықпасын, ешкіммен ақылдасып бат, туған туысқандарды қорқытып тастаған. Әпкем жағы ағам қайтыс болды, әпкем сахарный диабет жағы немене болды, сердечник болды. Соңғы сен анау аралассам деп біз біреу өлтіріп кетсе де ешкім білмейді мысалы. Осындай ғой изолировать еттік, тюремада отырмыз дейсің ба? Вольного поселения. Жасап қойып, оның бәрін ФСБ жасатқызып жатыр. А мынау әшейін біздіңкі мен ойымша, мен уже қанша уже 2000 жылда 99 жылы Назарбаев таможенный союзға кірік деген екен. Сол жерден уже бастап мен уверен болдым уже Россияға қораға кіргізіп жатыр деп мен қарсы шыққам. Содан бері плотно 99 жылдан бері мен преследовать етеді. Репрессии әртүрлі жасап. Вот, пожалуйста, осыменен мынау тағы да бір дәлел. Мен сотқа обращаться еттім. Мені боқтат деп, сен сотқа обращаться еткен мені кінәлі қылып отырса, Ноғаев дейтін судья КНБ или ФСБ-ның соскасы ма, уже ата-анасына үйретіп қойған бойынша тұрып кешірім сұрап отыр анадан. Жағы, извиняемся деп, жағы, мен бойынша, пікірім бойынша, күмәнім бойынша агент ФСБ Измаилов Эльнур Ганиев дейтін бұрынғы Қырғызстан, Россияның азаматы, қазір Қырғызстан азаматы, Алматы, Самал микрорайонында тұрады. Элитный районда. Содан тұрып, кешірім сұрап отыр Ноғаевтағыда. Буква Г мына. Қазақша айтқанда кешірімді Тоңқаев. Сол анасы үйреткен болса, тұра бер Тоңқаев деп. Жағы ФСБ-ның адамдарына, Ресей немнесінде біздің ФСБ-ның ата-анасы үйретті ма? Кім үйреткен, Құдай біледі. Сөйтіп тұрып, кешірім сұрап, мені кінәлі қылып. Енді мынау Арстанов дейтін жағы қараптан қарап мені мойныма іліп жерген, взыскать еткен сумманы соған берді, енді ол секірейіп, однозначно взыскать етеді. Мынақты Байгелов дейтін судья бар, сода да қарап отыр, біздің частный ол да күшінде қалдырмақшы. Судья садист Амангелдинов дей ма, Смастынкін. Сонда да әбден садист қылып издеваться еткенде, сонда да күшінде қалдырмақшы деп ойлаймын. Осындай Тоқаевтың соттың өздеріңіз көре беріңіздер. Ол же қанша жыл болды? 20 жылдан бері әсіресе мынау сот, прокуратура, соттың ішіндегі секретарлар бір-бірімен қазақша сөйлеуге қорқады. Прокурор қазақша сөйлеуге қорқады. Түсіндіңіз ба? Дереу орысқа аударады. Осындай тотальный русификация болғанына баяғыдан Назарбаев бастаған, қазір Тоқаевтың жерінде әбден күшіне кіріп жатыр. Енді бұл кісі жаңағы тағы конституцияны өзгертеміз дейді, ол конституциямен уже окончательный заңдылық кіргізіп жібермекші ма? Құдай біледі. Құдай кешірсін, ондай болмаса. Ондай болмай-ақ қойсын. Бірақ енді қазіргі осындай біз Ресейдің губерния екенімізді өзіңіз көздеріңізді жетіп жатыр, мынау тағы бір дәлел сол. Онда мына прокурорлар замешный Карипеев екен, баяғыда оларды разоблачать ететін елғанда тағы мойнымыз келіп жүрген. Уголовный делоның ішіне біз дәлелді алып тастап, соны не қылған, соны постта жаздың, сен өтірік жаздың деп, соттар біле тұрып, онда да менен ақша взыскать етіп берген. Түсіндіңіз ба? Где-то 10 миллион ба, сондай теңге мойнымыз келіп, ешқайық шыға алмаймыз. Басқа жаққа өзіміз врачтардан қорқамыз, не аурудың үстіне ауру қосып жатыр, Қырғызстанға барамыз, мына қарыздар бар деп. Дүниеміз бәрін тартып алған. Осындай сөйтіп квартирадан жағы сол ФСБ-ның приказбенен шығарып жетті, лақтырып. Түсіндіңіз ба? Коронавируспен отравить етіп, өлтіргісі кеп. Алланың арқасында аман қалдық. Ол кезде ораза еді. 40 күн аппарат искусственный дыханиенің астында. Мынау кім қандай жағы коронавируспен ауырса, мына аппарат искусственный дыхание біледі, қандай өте қиын өлім болады адам не болса. Сәлек Алла Тағаланың арқасында Аллаға шүкір, Аллаға тауба аман қалдық. Осыны енді мынау айтқанымды жағы менің пікірім, менің күмәнімді, менің жағы өзім жағы немелемді, соны өз көзқарасымды соларға пікір қалдырсаңыз болады. Жаңа боғау сөз айтқаным үшін кешіріңіздер, кешірім сұрайым.
осыны тыңдаған үшін рахмет. Сау саламат болыңыздар. Аяғына шейін тұрайық. Біз қазақпыз. Қазақтың бәрін ол бүйтіп қоқытып өлтіре алмайды. Талай ғасырларды өлтіреміз, құртамыз деп, Россияның жаңағы царица, не надо им уничтожить, надо их историю, если они будут истинную историю знать, то они опять завоюют мир дегенде, ол сөз рас. Сол үшін алсайық, адам деген, өмір деген мынанша болады. Бұлар енді бізге Қазақстан, қазақ халқына қарсы шығып атқандар, оның барлығы билікте отырғандардың орны келешекте тозақ деп ойлаймын. Енді бәрін Алла тағала өзімен не қылады. Жақсы, рахмет сіздерге. Айып етпеңіздер.